Қайырлы күн әріптестер, барлықтарыңызға. Ал жалпы мынау көптеген сұрақтар қояды. Мынау қазір әрбір жобаларда көріп тұрасыз, жалпы мынау плакаттарда жазылып тұрады. Мынау бір көліктен екінші көліктің арасында ең қауіпсіз арақашықтық қандай болу керек? Көпшілер айтады, жаңағы жылдамдыққа байланысты деген сияқты. Ең дұрыс жауабы әрине 4 секунд. Көбісі мынау жобаларда, плакаттарда көріп тұрсыз. Бұл 4 секунд қайдан шығады? Осында жалпы таныстыра кетейін. Жеңісбек деген алтын жігіт. Ылғи қауіпсіз жол жүру ережелерін сақтап жүреді. Біздің әріптес. Ал арақашықтық 4 секунд беріледі дейді. Ең дұрысы мына алдымызда келе жатқан бір қазір газелі бар. Сол газельдің арамызда 4 секунд қалай сынаймыз? Мұны газелдің қасынан мысалы бір стол өтті, 1, 2, 3, 4. 4 секунд расстояниені ұстап тұрамыз. Бұл 4 секунд қайдан шықты дейтін болсаңыздар, жалпы бірінші секунд не үшін беріледі? Көбісі айтады, тормозной пультке беріледі. Жоқ, тормозной пультке бірінші секунд берілмейді. Бірінші секунд сіздің газ аяғыңыздан тормозға басқанға дейін жүретін қашықтықты айтады. Одан кейін барып сізде екінші секунд кетеді. Сол екінші секунд тормозной пультке кетеді. Орысша айтқан кезде тежегіш басасыздар ғой. Ал үшінші секунд не үшін беріледі? Үшінші секунд мысалы алдымызда мына газель, оның тормозной пульті біздікінен қарағанда көбірек болады. Неге? Өйткені оның артында салмақ бар. Мына жаңағы мына таблетті көрдіңіз, қараңыздар. Мұнда 4 секунд қашықтықты сақтаңыздар деп тұр. Енді жаңа айтып қойдық, тормозной путь, одан кейін үшінші неге береді? Арттағы жүкке. Мысалы алдымыздағы кеткен газельдің артында жүгі бар. Ол жүк болғаннан кейін ауырлық бар, инерцияның күші бар. Сол инерция күші тормозной путіңіз созылады. Ал 4-ші секунд не үшін беріледі дейтін болсаңыздар, бұл ауа райына байланысты. Қазір әрине көктем, әрине құрғақ, біздің тежегістер жақсылау мүмкін. Бірақ ертең күні, қыстың күні ойлаңыздар. Мына жаңбыр жауды, артынан аяз, мұзды. Мұзды ауада сіздің тормозной путіңіз одан ары созылып кетуі мүмкін. Сол үшін 4-ші секунд бұл жаңағы сіздердің ауа райы жағдайына беріледі. Жол ережелерін сақтап жүріңіздер. Барлықтарыңызға іске сәт, қауіпсіз күндер тілейміз.